Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір сен үшін телехикаясының 94, 95, 96 және 97 бөлімдерін ұсынамын. Бүгінгі бөлімде Исмаил Айшагүлдің үйіне келіп, онымен сөйлеспекші болады. Ол Бахриді көріп, оны қылмыскер деп айыптап, намысына тиеді. Пайраз Бекчетке қару кезенеді. Оны Садриден тоқтатпақ болып, араласпа, ол маған әділ тапал кім екенін айтады дейді. Пайраз оған, сен не, соған сеніп қалдың ба? Ол сені алдап тұр, есіңді жи деп ұрсады. Садриддин де қаруын алып Пайразға кезенеді. Екеуі салғыласады. Бір кезде Бекчет те қаруын шығарып, оқ жаудыртады. Пайраз оның қолын жарақаттайды. Кенет ол Садриддиннің жараланып жерде жатқанын және оған Зульфикар көмекке келгенін көреді. Олар көлікке мініп кетіп қалады. Сефер жасырын Семаның үйіне келеді. Ол оның жанына келіп, оған сүйсініп отырады. Жардағы өзінің ілулі тұрған суретін көреді. Айшагүл Исмаилды үйінен қуады. Кенет Исмаилға Бекчет звондап, Пайраз мекенжайға келіп Садриддинді атқанын жеткізеді. Зульфикар Бахриге хабарласып, сол жаңалықты және оны Пайраз атқанын айтады. Бахри сенер-сенбесін білмей есеңгіреп қалады. Пайраз жасаған ісіне өкініп тұрады. Бахри мен Айшагүл жолға шығып кетеді. Зульфикар оларға, ауруханаға барсақ полицейлер араласады, енді не істейміз дейді. Айшагүл оларға, менің клиникама келіңдер деп сонда шақырады. Пайраз не істерін білмей ашуланып, мен оған бұлармен байланыспа деп едім ғой, өзі де жараланды, мені де бұл былыққа батырды деп байбалаң салады. Оған Айшагүл телефон соғып, не болды деп сұрайды. Пайраз оған бар жайды айтып береді. Айшагүл түсінбей, қайдағы склад деп қайта сұрайды. Ол кінәлі емеспін деп барын айтып ақталады. Бахри де бұл туралы естиді. Шевкет оларға, мұнда не болды? Жараланған кісі қайда? Ол қалай қашып кетті? Мен келгенше тыныш отырыңдар деп айтқан жоқпын ба сендерге деп ұрсады. Пайраз барынша мән жайды айтып береді. Шевкет оған күмәнмен қарайды. Ол полицейлерге, Бекчетті қайдан тапсаңдар да іздеп тауып алдыма келіңдер дейді. Шевкет қасындағы көмекшілерінен, бұл шындық па? Садриддинді көрдіңдер ме деп сұрайды. Олар Пайраздың сөзін сөйлейді. Сема қорқынышты түс көріп шошып оянады. Орындықта отырған Сеферді көріп, мұнда нағып жүрсің деп сұрайды. Сефер өзінің суретінен нұсқап, мынау бұрыннан ілініп тұрма, сен менен бірдеңе жасырып жүрсің, мен саған сене алмай жүрмін, көзіме тура қарап шындықты айтшы деп өтінеді. Сеферге Зульфикар звондап клиникаға жетуін сұрайды. Сема да онымен бірге барады. Клиникада Садриддинге ота жасамақ болған кезде ол әкесіне, Пайраз бәрін біледі, ол әділ тапалды жасырады деп айтады. Исмаилге Шевкет звондап, жоспарымыз күйреді, Садриддин келмеді, Бекчет қашып кетті дейді. Исмаил оған, сен ештеңе білмейсің, Пайраз Садриддинді атты, оны Айшагүлдің клиникасына алып кетті, сонда бар, қызықты ақпарат анықтайсың дейді. Дәрігер Садриддинге атылған оқты алады. Клиникаға Пайраз келеді. Бахри оған, сен нағып жүрсің деп сұрайды. Пайраз, мен оны уайымдадым, атқым келмеді, менің мақсатым Бекчет болды, мен анаша складын ұстамақ болдым, сол кезде Садриддин келді, ол Бекчетті қорғамақ болып маған қару кезенді, сол кезде атыс басталды, олай жасағым келмеген деп шындықты айтады. Бәрі оны жақтырмай тұрады. Пайраз ашуланып, тағы мен кінәлі болып шықтым ба? Неге Садриддин наркобандиттермен араласты? Неге маған қару кезенді деп сұрақ қояды. Бахри болса, біз бәрін анықтаймыз дейді. Пайраз оған, мен Садриддинге Бекчетке жақындама деп ескерттім, менің кінәм жоқ деп айтады. Бір кезде клиникаға полицейлер келеді. Олар Садриддинді тықпақ болғанда, прокурор Шевкет кіріп келеді де, не болды деп сұрайды. Бахри жасырып, білмеймін дейді. Шевкет полицейлерді ішті тінтіп шығуға жібереді. Бахри одан, бізді қалай таптың деп сұрақ қояды. Шевкет, ол біздің жұмысымыз деп бәрін бөлімшеге алып кетпекші болады. Полицей оқ табады. Олар оны лабораторияға алып кететіндерін айтады. Бәрі уайымдап не істерін білмей отырады. Исмаил Шевкетпен сөйлесіп, біз оқты алып кеттік. Бізде Пайраздың қаруының гильзасы бар. Екеуі сәйкес болып шыққанда Садриддин не істер екен деп қылмыңдап отырады. Исмаил оған қуанады. Пайраздан болған жайды сұраған кезде ол сол жерде Зульфикар мен Грамила екеуі болғанын айтады. Олар сонда болғандарын растайды. Бахри бәрін түсініп қояды. Пайраз болса, бұл Бекчеттің жоспары, сенбеңдер дейді. Бахри Пайразға, бұл үшін жауап бересің деп ұрсады. Екеуі сөзге келеді. Ол Бахриге, мен болмағанда сенің балаңды соттайтын еді деп кетіп қалады. Сангүл, Садриддин қайда жүр екен деп Ипектен, ол сенде қонды ма деп сұрайды. Ипек, жоқ деп жауап береді. Сема мен Мите адвокат жекежайға келеді. Сангүл олардан Садриддинді сұрағанда, олар оған оқ атылып ауруханада екенін жеткізеді. Сангүл шу шығарып, мен неге білмеймін деп ауруханаға жетеді. Садриддин әкесіне, Пайраз әділ тапалды біледі деп айтады. Бахри оған, сен неге Бекчетке сонша сенесің? Ол қандай адам екенін білесің ғой дейді. Ол өзін ақтап Пайразды жамандайды. Зульфикар Милтемге келіп, шұғыл шаруа бар, криминалистерден қарудың оғын алып кету керек дейді. Милтем өзінің жоспарын айтады. Бахри Мите мен Семаға, Бекчет жоқ болып кетті, оны қайда екенін табыңдаршы деп тапсырма береді. Ол Семаға, Сеферді жалынып жалпайсаң да үйге қайтар деп айтады. Мите Семаға, қазір
қолайлы сәт, өзіңді де Сеферді де қинамай шындықты айт дейді. Мелтем криминалистердің басын айналдыру үшін сұлу қыз болып киініп, онымен танысуды жоспарлайды. Ол сәнденіп шыққанда Зульфикар оны ұнатып қалады. Сема Сеферге келеді. Бір кезде оған Мете звондайды да бәрін айт деп қолдау көрсетеді. Сефер сол кезде Дефнемен сырласып отырады. Оларды Сема көріп кері кетіп қалады. Дефне оны қуып жетеді. Сеферді айналшықтап шықпайтын болыпсың деп қызғанады. Дефне оған сен не деп тұрсың деп оны сабырға шақырады. Сема оны тыңдамастан кетіп қалады. Мелтем мен Зульфикар полиция жүрген мейрамханаға келеді. Мелтем оған суретке дұрыстап түсір деп тапсырма береді. Зульфикар оны қызғанып отырады. Садриддинге Ипек звондап кездесеміз бе дейді. Ол кешке көреміз деп жауап береді. Мелтем жоспар бойынша жігіттің басынан алдырады. Бір кезде Зульфикар ойнатып, ұрыс шығарып оны алып кетеді. Садриддин Пайразды ғимаратқа келіп, қолын байлап сұрақтың астына алады. Ол оны әбден қинайды. Мелтем мен Зульфикар суреттерді алып, оны қалай қорқытатындарын жоспарлайды. Кармила Зульфикарға звондап, Садриддин Пайразды ұрлап кеткенін айтады. Енді не істейміз деп екеуі бір-біріне сұрақ қояды. Садриддин Пайразды ұрады. Пайраз құлаған кезде көзіне полковник елестеп, айт Пайраз, Адил Тапал сенің әкең екенін айт деп сыбырлайды. Пайраз болса ойша олмен сөйлесіп, полковник, мен ол үшін қорқып тұрған жоқ, мен тек көп қан төгіс болғанын қаламаймын дейді. Бір кезде сол жерге Бахри мен Зульфикар келеді. Бахри баласына ұрсады. Айшагүл қыздармен ішімдікке тойып алып, көшеде Пайразды шақырып шу шығарып жүреді. Бір кезде көршілері полицей шақырады. Бахри баласына ұрсып, ақмақ, есіңді жи, не бүлдіріп жүрсің? Пайраз болмаса қазір түрмеде отыратын едің деп ашуланады. Мете Бахриге звондап, мен Бекчеттің ісіне түстім. Оның қызы барда өлең айтады, бірақ ол туралы ақпарат аз. Мекен-жайды таптым, енді Бекчетті күтемін дейді. Мелтем криминалистке суреттерді көрсетіп, оны бопсалап, оқты беруін айтып, басқа оқпен ауыстырып қоюды бұйырады. Ол амалсыз келіседі. Бахри қыздарға келіп, оларды келемеждеп, бөлімшеден алып шығады. Сеферге Бахри келіп, үйге қайтуын өтінеді. Бахриге Мете звондап, ақпарат тапқанын айтады. Бахри кетіп қалады. Пайраз Айшагүлге әкем мені әдейі Садриддинді ұстауым үшін жоспар құрды. Мен оның жоспарын бұздым деп айтады. Ол Айшагүлге Бахриге бәрін айтқым келеді, бірақ қан төгілгенін қаламаймын дейді. Шевкет прокурорға көмекшісі Садриддиннен алынған оқтың нәтижесін алып келеді. Ол Исмаилге звондап қорытындыны алғанын айтып жатырғанда, ол Пайраздың оғымен сәйкес келмейтінін көріп таңғалады. Оған Исмаил ашуланады. Бекчетті Бахри аңдып отырады. Ол қаруын алып, оның үйіне барып, оқ атып кіріп келеді. Бекчетке бері шық деп бұйырады. Ол Бахриге мені өлтірме деп жалынады. Бір кезде Бахриді Бекчеттің көмекшісі атпақ болады. Бекчет оған Бахриді өлтіруге бұйрық береді. Сол кезде Сефер кіріп келіп, Бекчетке оқ атып Бахриді құтқарып қалады. Бахри Сеферге үйге бара бер, мен мынаумен сөйлесуім керек деп оңаша қалады. Садриддин Ипекке ішіндегі бар өкпе назын айтып, Сангүл басқадан туып алғанын, оны Бахри білмейтінін айтады. Ипек таңғалады. Бахри Бекчетті сұрақтың астына алып, Адил Тапалды сұрап қинайды. Мете Семадан Сеферге айттың ба дегенде, Сема одан Дефне туралы айтшы дейді. Мете оған оның жақсы қыз екенін айтады. Сема оған ол Сеферді ұнатады дейді. Сефер жекежайға оралады. Оны бәрі қуанып қарсы алады. Бахри Бекчетті қинауын жалғастырады. Бұл кімнің жоспары дегенде Исмаил қара әйел деп мойындайды. Ол Адил Тапалма деп сұрағанда Бекчет білмеймін дейді. Бахри оны атып тастайды. Оның есіне түсіп, мен сені ақыры таптым-ау, Адил Тапал деп ойланып қалады. Пайразға Бахри телефон сағады. Ол Айшагүлді алып, айтқан жерге кел деп бұйырады. Сангүл Ипекке Садриддин келгенін неге айтпадың деп тиіседі. Ипек оған кеш болды және ол жараланған болды деп жауап береді. Ол Ипекке, ол сені ұнатуы керек, рөліңді шатастырып алма деп ескертеді. Ипек оған сен не істемексің деп кері сұрақ қояды. Ол болса өзімді құтқаруым керек деп жауап береді. Бір кезде есік қоңырауы соғылып Садриддин келеді. Ипек шошып кетеді. Садриддин оған мен сені сағындым деп жабыса жөнеледі. Айшагүл мен Пайраз не болды екен деп қорқып келеді. Бір кезде олар Исмаил мен Бахридің бір үстелде отырғандарын көріп таңғалады. Бахри оларға менің көңіл күйім жоқ, сонша жылдар бойы іздегенім табылды, мен шындықты анықтадым дейді. Ол Исмаилға сіз дұрыс айтқансыз, бұл екеуі бақытты бола алмайды дегенде, Пайраз не деп тұрсың деп сұрақ қояды. Бахри оларға мен бұл некені құптамаймын, араларында ештеңе болмауы керек деп бұйрық береді. Екеуі таңғалады. Садриддин Ипекті жұмысына жібергісі келмей, оған бизнес ашып беретінін айтады. Оны Сангүл естіп тұрады. Бір кезде ол біреудің жүрген дауысын естіп қалып, мұнда біреу бар ма деп бөлмені аралайды. Исмаил мен Бахри сөзге келеді. Бахри Пайразға қызымнан аулақ жүр, әйтпесе өкінесің деп ескертеді де кетіп қалады. Айшагүл әкесіне Пайразды жақтайды. Бахри оған екеуіңді ауыр күндер күтуде, онымен байланысыңды үз дейді.
Исмайыл Пайразды Бахриге қарсы қояды. Ол ашуланып кетіп қалады. Айшагүл екеуі не істерін білмейді. Пайразға Салих звондап Бекчет өлтірілгенін хабарлайды. Сол кезде Пайраз Айшагүлге «Сенің әкең бәрін біліп алған, Бекчет өлі табылды» дейді. Исмайыл оларға келіп, айтқанды тыңдаңдар, бұның мәні жоқ деп кетіп қалады. Сангель Садраддинді Ипектен қызғана бастайды. Ол Ипекке «Сен дайындал, мен бірнеше күннен кейін әкеме бәрін айтамын. Біз осында келіп екеуіңізді ұстаймыз. Сосын істесең де өзің біл» дейді. Сема Сеферден Садраддинді сұрайды. Олар Семамен сөйлескісі келмейді. Бір кезде жандарына Мете келеді. Сема өз-өзіне келе алмай не сұрағанын ұмытып қалады. Сефер Семаның өзгеріп кеткенін байқап, бұған бірдеңе болды деп күдіктенеді. Садреддинге әкесі звондап, «Үйге неге қонбай жүрсің? Үйге кел» дейді. Мелтем Бахри қалай біліп қойды, енді ол әкемді өлтіреді ғой деп алаңдайды. Үшеуі не болғанын жұмбақтап шешіп отырады. Бахри Деспинаға келіп сезімін білдіреді. «Мен сізді өзімнің қараңғы әлеміме араластырғым келмейді» деп түсіндіреді. Екеуінің байланысы үзілетінін жеткізеді. Исмайылға Шевкет звондап Бекчет өлгенін айтады. Исмайыл бұны кім істеген деп сұрағанда, ол Бахри деп күдіктенемін, және ол шындықты біледі деп ойлаймын, сақ болып жүр дейді. Бахри әкесін ойлап, оның қалай кісі қолынан өлгенін еске алып тұрады. Баласын да ойлап қайғырады. Ол «Мен сендер үшін кегімді аламын» деп өз-өзіне уәде береді. Сефер бөлмеге келеді. Бахри оған әдел тапалды тапқанын айтады. Сеферге «Оны өзім өлтіремін, сендер араласпаңдар» деп ескертеді. Бөлмеге Сема келіп, Айшагүл келгенін жеткізеді. Сефер екеуі оңаша қалады. Сема одан «Не айттыңдар, мен туралы ма?» деп сұрағанда, Сефер оған «Сен туралы әңгіме қозғамаймын, қорықпа» деп кетіп қалады. Айшагүл әкесінен жауап алғысы келеді. Олардың әңгімелерін Мелтем мен Пайраз тыңдап отырады. Бахри ештеңе айтпай бұйрық айтады. Ол қызына «Сені қорғауым керек, Пайраздың әкесі қауіпті, күндердің күнінде біз кектесеміз, саған қиын болғанын қаламаймын» дейді. Айшагүл болса «Менің оған қатысым қанша? Не ойың бар? Оны өлтірмексің бе?» дегенде, Бахри «Я, оның әкесі әділ тапал» деп жауап береді. «Оны Пайраз да біледі, менен жасырды, ол маған сатқындық жасады» дейді. Айшагүл Пайразды жақтайды. Бахри оның да бұдан хабардар екенін білгенде, ол Айшагүлді ұрып жібереді. Ол оған «Қара бет, сен өз ағаңды өлтірген қылмыскерді жақтадың» деп айқайлайды. Ол Айшагүлді қыспаққа алып, «Қашан білдің?» деп сұрақтың астына алады. Айшагүл тыңдамай кетіп қалады. Пайраз «Мен Айшагүлді құтқаруым керек» деп Мелтемді тыңдамастан кетіп қалады. Бахри қызын қуып жетіп ұрсады. «Бәрін айтатын бол» дейді. Садреддин Сеферге амандасып, «Достарың мені қалай сатып кеткенін жеткізді ме?» деп сұрайды. Бахри ашуланып қызына ұрсумен болады. Сол кезде Садреддин де келіп әңгімеге араласады. Ол да шындықты біледі. Садреддин ұрыс шығарып оған тиіседі. Бір кезде Пайраз келіп, «Айшагүлдің кінәсі жоқ, сендерге айтпауын мен өтіндім» деп әңгімеге араласады. Достар, арнамнан қандай телехикая көргілеріңіз келеді, комментарияға жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.